Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен осындай жұп-жұмсақ торттың рецептімен бөлісетін боламын. Бұл торттың аты пинчер деп айтылады. Өте жұмсақ, сіздер де пісіріп көріңіздер. Менің каналыма тіркеліп кетіңіздер және де. Ең әуелі біздердің тортымыздың құрамына сұйық май, ыстық су, жұмыртқа, сүт, ұн, какао, разрыхитель және қант керек болады. Мен мына жерде ұнын мен разрыхитель какао үшеуін бірге қосып алғанмын, жақсылап араластырып. Бірінші ыдысымызға қантымызбен және сұйық майымызды жақсылап миксерлеп аламыз. Қыздар, міне осылай жақсылап араластырдым майымыз бен қантымызды. Енді осының үстіне үш жұмыртқамызды салып тағы да миксерлейміз. Қыздар, осындай масса шығу керек. Енді осының үстіне сүтімізді құйып тағы да миксерлейміз. Жақсылап 2-3 минуттай миксерлеуіміз керек. Осылай миксерлеп аламыз жақсылап. Сосын осы массамыздың үстіне ұн, какао және қопсытқыш және разрыхителімізді жақсылап араластырып, аз-аздан салып миксерлеп отырамыз жай скоростьпен. Қыздар, міне бүкіл ұнымыз бен какаомыз және разрыхителіміз салып болдық. Осылай масса шығу керек бізде. Қою әдемі. Енді осы массамыздың үстіне ыстық суымызды құйып тағы да миксерлейміз. Енді қыздар, осы массамыздың үстіне ыстық суымызды құямыз және бір араластырғаннан кейін жарты қасық сода салып тағы да миксерлейміз жақсылап. Енді осыны содамызды салдық, тағы да миксерлеп жақсылап араластырамыз. Миксерлеп болдым, қыздар. Енді осыны мен тапамызға, осы пешіміздің тапамызына бүкіл массамызды құйып, толығымен жайып шығамыз, бүкіл жеріне тигізіп. Пешімізді алдын ала қыздырып қойыңыздар. 160 градуста 30-35 минут пісіріп аламыз. Мен бүгін құйып шықтым, қыздар. Енді осыны пісіріп аламыз. Менің коржым дайын болды. Мұздатып қойдым жаңа алдын ала. Енді осы дайын коржымызды енді ромбик қылып кесіп шығамыз. Әркім қалауынша кессеңіздер болады. Мен осылай ромбик қылып кесіп шығамын. Міне қыздар, осылай ромбик қылып кесіп аламыз. Жұп-жұмсақ болып, әп-әдемі болады корждарымыз. Енді креміне мен мына жерде сгущенное молоко және қаймақ керек болады. Сгущенное молокомды 4-5 қасық қоссаңыздар да болады, әркім қалауынша. Сосын ванильный сахар қостым, сосын қаймақ қостым. Венчикпен араластырған жақсы, және өзінің қоюлығын ұстап тұрады. Мен осы дайын болған корждарымызды креміміздің ішіне салып, осылай тәрлігімізге жақсылап жайғастырамыз, әдемілеп. Қыздар, мен осылай бүкілін салып алдым, үстіне шоколад құйдым. Грек жаңғағын осылай әсемдесеңіздер болады, әркім қалауынша. Менің каналыма тіркеліп кетіңіздер, астарыңыз дәмді болсын.